Бала керек пе, қара нарықтан қараңыз. Бұл жарнама емес, қазіргі бала асыраудың сіз бен біз білмейтін құпиясы. Нәрестелердің бағасы 500 мың теңгеден басталады. Оны рассрочкаға, яғни бөліп төлеумен алуға болады. Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Шындық каналында бүгінгі видеомыз сәби саудасы туралы болмақ. Сәби саудасы қашан тоқтайды? Баланың қара нарықтағы бағасы 500 мың теңге. Бұл ақшаны бөліп төлеуге де болады. Саны одан көп. Бала табу қиын, өте қиын. Бұл келіншек қызылордалық бет жүзін көрсетпеуге келіскен соң бала асырап алудың жайын жасырмай айтты. Просто бізде балалар үйінде ешқандай құндақтағы бала жоқ. Таба алмайсыз ешқашанда. Олана посредниктердің қолдарында болады бала. Роддомдағы адамдардың қолдарында болады. Бизнес дейді ғой бұл енді. Біз 500 мыңға өте арзан алдық. Бала асырап алу кәнігі кәсіпке айналғанына көз жетті. Әлеуметтік желілердің біріне бала асырап аламын деп хабарлама қалдырғаным сол еді. Алғашқы жауап 30 жастағы келіншектен келді. Сіз кім күтіп жүрсіз, ұлына қыз ба? Девочка. Құрсағындағысы қыз болғасын бергісі келеме демек. Өйткені бұдан бөлек 3 қызғалдағы бар екен оның. Жоқ, қыз болғаннан кейін жолдасын тастап кетті. Бағасы? 250 мыңнан сосын жаңа кіргенімді ойбай. Жаңа больничный төлеп берсе болды. Тағы бір қыз жасты, 12 тіпті сорақы. Жасы 17-де әке-шеше туған туыс жүкті екенін білмейді. Жасы 17-де. Иә. Бала? Бала 6,5 айлық. Баланың әкесі не деп отыр енді? Отказ берген олар семьясын. Кейін аналық сезімің оянып, бізге келіп жүрмейсің бе тақылдатып? Жоқ, әлі. Жаспын. Айтпақшы дәл осылай отпен оқтың ортасында қалған қам көңіл қыздарға қамқор болып жүрміз деген желеумен баласынан бас тартқызатын орталықтар бар екен. Ана мен бала деген үйі бар екен ғой. Жаңағы биқат болып қалған қыздар әке-шешесінің үйіне бара алмайтын. Менің бір апатайым жұмыс істеген, бір апатайым айтқан ғой, осындай сіңілімнің баласы жоқ деп. Ой, проблема емес. Біздің іштегі любой қызды қазір үгіттеп жіберемін де, жаңағы алып берем баланы. Лишь бы были жаңағы зеленые бумаги деп айтыпты ғой. Арын ақшаға айырбастады деген жерге хабарластық. Жоқ, ондай мәселе шықпаймын. Басына іс түскенде жас аналарға пана болар дағдарыс орталықтары мен перзентханалар бала базарына айналған. Таяуда ақпарат құралдарының бірінен осындай мәтіндегі бейнебаян көрсетілген болатын. Жұрттың жағасын ұстатқан бұл ақпарат қаншалықты рас? Жас нәрестелерді саудалағандарға жаза қандай? Жалпы, елімізде бала саудасының көпшілігі біле бермейтін қыр-сыры неде? Осы сұрақтарға жауап тапқыңыз келсе, каналымызға тіркеліп, видеомызға лайк басып, ары қарай жалғастырайық. Сәби сату мен сатып алуға қатыстылар жеке адамдар, яғни баланың анасы мен заңсыз жолмен балалы болғысы келгендер. Бала саудасымен айналысамын деп басы бәлеге қалған медицина қызметкерлеріне қатысты оқиғалар осыдан 5 жыл бұрын тіркелген болатын. Көбіне жас қыз келіншектер қалаусыз баласын саудалайды. Ал тірі тауарды сатып алушылардың дені ана болу бақытынан айырылғандар. Дегенмен де, қандай жағдай болсын, дүние есігін енді ашқан сәбилерді саудаға салғандардың кінәлары толығымен дәлелденсе, екі жақта жазасыз қалмайды. 5 жыл бұрынғы бала сату ісі Алматы қаласында әшкереленген болатын. Ол кезде расымен жаңа туған шақалақтарды саудаға салғандар ақ желенді абзал жандар еді. Алматы қаласындағы көп бейінді клиникалық ауруханасының қызметкерлері, оның ішінде акушер-гинеколог пен медбикесі бар. Дүние есігін жаңа ашқан сәбилерді 5 жыл бойы саудалап келген. Құқық қорғау органдары естіген, елді елең еткізген осы бала сату бизнесіне қатысы бар қылмыстық топтың белгілі бір схема бойынша сәтті сауда жасап келгенін анықтаған еді. Аурухана қызметкерлері жаңа туған нәрестелерді 10 мың ақш долларынан бастап 150 мың теңгеге дейін сатылымға шығарған. Сондай-ақ олар тірі тауарларының болашақ ата-аналарын табу, жас босанған анамен келісу секілді делдалдық қызметтерде көрсеткен. 5 жыл ішінде 28 шақалақты сатып, қара нарықтағы бала сату бизнесмен қалталарын қалындатып келген
барлығы 30-дан астам адам 2016 жылы заң алдында жауап берді. Алайда өзекті өртейтіні бұл сәби саудасына қатысты елдегі алғашқы да соңғы да дерек емес. Құндақтаулы сәбидің құны қанша? Бала асырап алғысы келетін адамдар қандай қиындықтарға тап болады? Аналар неліктен әлеуметтік желілер арқылы бауыр еті баласынан бас тартуға дайын? Осындай айуандыққа баруға оларды не итермелейді? Қазақстанда құндақтаулы сәбидің құны қанша тұрады? Көпті мазалаған бұл сауалдарды бала құқықтары жөніндегі уәкіл Милосердие еріктілер қоғамы қоғамдық қорының негізін қалаушы Аружан Сайынға да қойылған болатын. Өкінішке орай елімізде қамқоршы мекеменің, жетімдер үйлерінің әкімшілігі мен қызметкерлері кейде тіпті соттардың да қатысуымен бала саудасы бойынша жан түршігерлік оқиғалар орын алып жатады. Ең сорақысы, бауыр еті баласынан бас тартып, жаңа туған нәрестесін саудалайтын анасымақтар да кездеседі деген Аружан Сайын жақында ғана басына өткерген жайтпен бөліскен болатын. Өткен аптада маған бала асырап алғысы келген отбасы мен бала асырап алған ата-аналар қоғамдастығының жетекшісі келді. Ол отбасы Алматы облысындағы балалар үйінің бірінен заң бойынша бала асырап алу үшін әрекеттенген екен. Бірақ балалар үйінің қызметкерлері олардан ақша сұраған. Бұл заңға қайшы екені белгілі. Сондықтан олар еліміздің заңнамасына сәйкес Алматы қалалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметіне жүгінген. Соның нәтижесінде тергеу амалдары жүргізіліп, қамқоршы мекеменің қызметкері мен ортадағы делдал ұсталды. Сондай-ақ балаларды сату жолдары да анықталды. Қазір басқа шенеуніктер мен балалар үйі қызметкерлерінің осы іске қатысы бар жоғы тергеу барысында анықталу үстінде. Кейін бұл іс сотқа жіберіледі. Көбіне осындай жағдайда асырап алушылар бопсалау және бала сату туралы тиісті органдарға хабарлаудан қорқады. Өйткені олар осы іс бойынша кейін өздерінде жауапқа тартады, немесе мүлдем бала бермей қояды деп қауіптенеді дейді Аружан Сайын. Бүгінгі видеомызды түйіндей келе, бала сату қазаққа ғана емес, барша адамзатқа жат қылық. Өмірге келмей жатып өгейлік пен мейірімсіздіктің құрбаны болған бала жетімдер үйінде жетілер. Алайда перзентін сатып байымақ болған ананың, аналық бақытты сатып алмақ болған жанның ар алдындағы жазасы қандай болмақ? Бүгінгі видео туралы өз ойларыңызды видео астындағы комменттерге қалдырсаңыз болады. Келесі кездескенше.